Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте оңай әрі жеңіл сметанник пирогын дайындаймыз. Алдымен майымызға қопсытқыш, ұн, қант барлығын қосып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Дайын болған қамырға бір жұмыртқаны қосып, қолға жабыспайтындай қылып қамыр илеп шығамыз. Егерде қолдарыңызға жабысып тұрса, шамалы ұн қосып жіберсеңіздер болады. Қамырымызды жақсылап илеп қоямыз. Пергамент қағаздың үстіне кальцоны қойып, қамырымызды қолымызбен басып, кальцоның үстіне салып, формасын келтіріп, жан жағына көтеріп, астын біркелкі қылып басып шығамыз. Келесіде салмасын дайындаймыз. Бізге салмасына жұмыртқа, қант, қаймақты қосып, жақсылап венчикпен болмаса шанышқымен жақсылап араластырасыздар. Қамырдың үстіне қаймақтан жасалған массаны құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пирогтың наны қызарғанша пісіресіздер. Пирогымыз дайын болды. Кальцодан видеода көріп тұрғандарыңыздай ақырында құлап қалмайтындай етіп шешесіздер. Себебі сметанник пирогы өте нәзік болып келеді. Ортасынан бөлініп қалуы мүмкін. Сметанник пирогымыз дайын, ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.